Бұл оқиға бүкіл елді дүр сілкіндірді. Бәрі Атырау облысы Жангелдин ауылында басталды. Қарапайым шағын ғана ауылда болған қанды қылмыс халықаралық тергеуге ұласты. 2025 жылы Жангелдин ауылында бір отбасы із-түзсіз жоғалған еді. Алғашқы уақытта туыстары хабарласа алмай жүргендерін айтқан. Телефондары сөндірулі, үйдің есігі жабық, көршілері де ештеңеден хабары жоқ. Туыстары полицияға арызданып іздеу жұмыстары басталады. Көп ұзамай адам шошырлық шындығы ашылып, ерлі-зайыптылардың денесі өз ауласындағы сарайдан табылады. Тергеу барысында қызы мен күйеу баласы соңғы рет үйге келгені белгілі болып, күдікке ілінеді. Тергеу барысында күдіктілер шет елге шығып кеткені анықталып, құқық қорғау органдары күдіктілерге халықаралық іздестіру жарияланады. Басты күдікті 29 жастағы ер адам, ол марқұмдардың күйеу баласы еді. Әлеуметтік желіде халық түрлі болжам айтып жатты. Біреулері дүние мүлік ақша үшін болған десе, біреулері отбасылық жанжалдың арты қайғылы оқиғамен аяқталып отыр десті. Бірақ ресми органдар нақты дәлелдер жиналмайынша ешқандай қорытынды жасамады. 2026 жылдың ақпан айында күдіктілер Индонезия аумағында туристер көп шоғырланатын Ламбок аралында ұсталды. Индонезия полициясы арнайы операция жүргізіп күдіктілерді қолға түсірді. Ұстау сәтіндегі видео әлеуметтік желіге тараған болатын. Бұл жаңалық Қазақстан қоғамында үлкен резонанс тудырған болатын. Сұрақ көп болды, неге дәл сол елге кетті? Қызы ата-анасының қазасы жайлы біледі ме? Алдын ала жоспарланған қылмыс па? Тергеушілердің айтуы бойынша күдіктілер 2025 жылдың желтоқсан айының ортасында елден шығып кеткен. Бұл әреті елден жедел кетуге тырысқандықтарын білдіреді. Демек, қашу әрекетін алдын ала ойластырып қоюы да мүмкін. Қазіргі таңда экстрадиция мәселесі қарастырылып жатыр. Яғни күдіктілер Қазақстанға жеткізіліп сот алдында жауап беруі тиіс. Бұл процесс халықаралық келісімдерге байланысты белгілі уақытқа созылады. Тергеу жұмыстары жалғасуда. Іс бойынша ауыр сұрақтардың бірі, жоғалып кеткен екі отбасы мүшесі қайда? Тергеу жалғуда, құқық қорғау органдары барлық нұсқаларды тексеріп көріп жатыр. Әзірге ресми түрде олардың нақты қайда екені жарияланған жоқ. Қылмыс қай жерде жасалса да әділдік ерте ма, кеш па орнайтындығын ұмытпауымыз қажет.